Жалпы өрістік транзистор дегеніміз не дегенге келетін болсақ, өрістік транзистор 3 электроды бар жартылай өткізгіш аспап болып табылады. Бұлар жалпы пайдалануына қай жерде пайдаланады дегенге келетін болсақ, өрістік транзисторлар электрлік сигналдарды күшейтуге, түрлендіруге, генерациялауға және де сандық құрылғылардың негізі осы өрістік транзисторлардан жасалынады. Біз өткен сабағымызда биполярлы транзистор дегенді қарастырдық. Жалпы өрістік транзистор екеуінің айырмашылығын қарастырып көрейік. Жалпы өрістік транзистор дегеніміз бұл электр өрісі арқылы басқарылатындықтан, яғни өрістік транзистор деп аталынады. Бұл жерде басқаша атауы өрістік транзистордың униполярлы транзистор деп аталынады, яғни бірполярлы транзистор болып табылады. Бұл неге олай дегенге кейінірек тоқталатын боламыз. Жалпы өрістік транзистордың корпустарына, дизайніне келетін болсақ, бұл жерде әр түрлі болады. Яғни микросхема түрінде де берілуі мүмкін, бірнеше транзистордың жиынтығы ретінде, немесе өзі бөлек транзистор ретінде де берілуі мүмкін. Жалпы өрістік транзисторлар бұлар көбісінде интегралды микросхемаларды жасау кезінде өте ыңғайлы бізге. Жалпы өрістік транзистордың негізгі артықшылықтарына келетін болсақ, жоғары кіріс кедергісі, яғни өрістік транзистордың кіріс кедергісі өте жоғары және шығыс кедергісі өте аз. Сосын кейін бұл аз қуатты тұтынады өрістік транзисторлар. Сосын кейін өрістік транзисторлы схемада, өрістік транзисторлар әртүрлі помехаларға төзімді болып келеді бұл жерде. Сосын кейін өрістік транзисторлар жұмыс істеген кезде өрістік транзисторлардан жасалынған схемалар бұл жерде, яғни шумдар аз болады. Өйткені бұл жерде ток 2 пн переход арқылы өтпейді, тек бір канал арқылы өтетіндіктен бұл жерде шумның да аз болуы бар. Сосын кейін бұлардың тағы да бір артықшылықтары өте аз, өте кішкентай көлемде жасауға болады бұларды. Өте аз орын алуға болады. Бұл дегеніміз қазіргі замандағы интегралды микросхемаларды жасау кезінде өте таптырмайтын бөлшек болып табылады. Сосын кейін келесісі өрістік транзистордың ток бойынша күшейтуі биполярлы транзисторға қарағанда өте жоғары. Енді жалпы өрістік транзисторларды бұлар өзінің ішінен бөлінеді. Яғни ПН өткел арқылы басқарылатын өрістік транзисторлар дейді, және затпор оқшауланған өрістік транзистор болып екіге бөлінеді екен негізінен. ПН өткел арқылы басқарылатын өрістік транзисторлар бұлар N каналды және P каналды болып өздерінің ішінде бөлінеді. Ал енді затпор оқшауланған өрістік транзисторлар бұлар, яғни арнасы бар өрістік транзистор дейді, яғни стройным каналым дейді, екіншісі индукциялы арнасы бар өрістік транзистор болып бөлінеді. Бұлар өз ішінен тоже P каналды және N каналды болып бөлінеді екен негізінен. Жалпы енді біз қарастыратын болсақ, P-ін өткелмен басқарылатын өрістік транзисторларды қарайтын болсақ, бұл жерде, яғни мына жерде сіздерде жаңа сол жағында жалпы өрістік транзистордың құрылымы көрсетілген, ал оң жағында шартты белгіленуі. Яғни көріп отырсыздар, P-ін өткелі арқылы басқарылатын өрістік транзисторларда 3 электрод болады екен. Яғни сток и затвор деген. Мына жерде қараңыздар, бізде мына жерден қарайық.
өрістік транзистор, яғни PN өткелі арқылы басқарылатын өрістік транзисторды қарастырайық. Бұл жерде каналды көріп отырсыздар. Бұл жерде бізде канал N каналды. Ал бізде затвор P, яғни P типтен жасалынған. Қараңыз, бұл жерде біз екі кернеу береміз. Біріншісі затвор исток арасындағы кернеу, бұл яғни басқарушы кернеу деп аталынады. Сосын кейін екінші кернеу бізде сток пен истоктың арасында беріледі. Енді қараңыздар, мына жерде исток пен стоктың арасында бізде өткенде өттік, біз жаңа PN өткелдері, диодтар туралы өткен кезде PN өткелінің тіке қосылуы және кері қосылуы дедік. Бұл жерде, яғни бізде қандай қосылу болып тұр? Кері қосылу болып тұр. Яғни кері қосылу дегеніміз P-ға біз минус береміз да, ал N-ға плюс береміз. Бұл жағдайда не болады дейік? Мынау астындағы вольт амперлік сипаттамасын қарап көріңіздер, назар салыңыздар. Бұл жерде, яғни біз затвор исток кернеуін ұлғайтқан кезде, бұл жерде бізде PN өткелінің ені үлкейеді. Яғни бұл үлкейген кезде каналдың енінің кішіреюіне тікелей әсер етеді. Яғни біз кернеуді жоғарылата беретін болсақ, басқару кернеуін, яғни бізде затвор мен истоктың арасындағы PN өткелі үлкейеді да, каналдың ені кішірейеді. Мына жерде қараңыздар, А суретте, яғни бұл жерде вольт амперлік сипаттамасы берілген, яғни токтың деңгейі қалай өзгерілетін. Ең басында мұнда затвор исток кернеуі, яғни 0-ге тең шамасын, 0-ға тең кезінде бізде токтың мәні 15 миллиампер екен. Ал енді біз оны минус 1 вольт берген кезде бізде токтың мәні қалай болып жатыр? Токтың мәні төмендеп жатыр. Яғни минус 1 вольтқа дейін түсті. То есть минус 1 вольтқа берген кезде, кешіріңіздер, 10 миллиамперге дейін түсті. Ал егер минус 2 вольт беретін болсақ, бұл қайда түсіп жатыр? Яғни 5 миллиамперге дейін түсіп жатыр. Минус 3 вольт берген кезде біздің токтың мәні 0-ға жақындап жатыр. Егер біз бұны 3-тен де жоғарылататын болсақ, 3 вольттан жоғарылататын болсақ, канал